Қайырлы күн, оқушылар. Сабақтың тақырыбы туған ел көрмесі. Менің отаным Қазақстан бөлімі 3-ші сабақ. Мақсаты: бейтаныс сөздер кездесетін шағын мәтіндегі негізгі ойды түсіну. Жаңа сабақты бастамас бұрын өткен сабақты қайталайық. Өткен сабақ Бурабайдағы демалыс тақырыбы. Өткен сабақта біз қайда сұрағына тоқталдық. Сен қайда тұрасың сұрағына жауап берген болатынбыз. Мысалы, мен Бурабайда тұрамын, мен Саранда тұрамын. Жаңа сөздерді үйренейік. Жаңа сабақты бастамас бұрын әрине жаңа сөздерге тоқталайық. Сіздердің назарларыңызға суретті сөздік бейнеленген. Бірінші суретте не бейнеленген деп ойлайсыздар? Әрине, адам, ол, қыз. Дұрыс жауабы ол халық. Келесі суретте әр түрлі ұлт өкілдерін көріп тұрмыз. Әрине, ұлт. Келесі суретте киіз үй жабдықтарының бірі ол әрине шаңырақ. Келесі суретімізде Қазақстан Республикасының рәміздері әрине ту. Мына суретте сурет салып тұрған адамды көріп тұрмыз. Біз бұғанға дейін біздің сөздік қорымызда сурет салу деген сөз болған. Ал қазір жаңа сөз ол бейнелеу. Демек, сурет салу, бейнелеу деген сөздер мағыналы сөздер болып табылады. Келесі суретімізде бірінші, екінші, үшінші орынның суреті, яғни орын деген сөз. Жаңа сөздерімізді әрине сөздік дәптерге жазамыз және тағы да бір рет қайталап өтейік. Ұлт, халық, шаңырақ, ту, бейнелеу, орын. Жаңа сөздерімізбен сөйлем құрап үйренейік. Бос орынға жаңа сөздерді қойып, тапсырманы орындайық. Бірінші сөйлем. Қазақстанда байырғы қазақ тұрады. Кім тұрады? Әрине, қазақ ұлты. Келесі сөйлем. Қазақстанда тұратын өте бақытты. Қазақстанда тұратын кімдер өте бақытты? Жаңа сөзіміз. Халықтар. Қазақстанда тұратын халықтар өте бақытты. Үшінші сөйлем. Суретте Қазақстанның тауын керек. Қандай сөз келеді деп ойлайсыздар? Әрине, бейнелеу. Суретте Қазақстан тауын бейнелеу керек. Төртінші сөйлем. Аспанда көк мәңгі желбірейді. Желбірейді не? Ту. Аспанда көк ту мәңгі желбірейді. Бесінші сөйлем. Мынау біздің ортақ шаңырақ. Дұрыс айтамыз. Мынау біздің ортақ шаңырақ. Осы сөйлемнің жалғасы ретінде бір шаңырақ астында тату өмір сүреміз. Келесі сөйлем. Кім бірінші алады екен? Әрине жалғыз сөзіміз қалды, ол орын. Кім бірінші орын алады екен? Жақсы. Келесі тапсырмамызға көшсек, бірінші тапсырма сурет бойынша мәтінді тыңда, кестені толтыр. Тапсырманы орындамас бұрын аудиожазбаны тыңдап алайық. Аудиожазбаны жақсылап тыңдап алсақ, суретке қарап, балаларды суретпен сәйкестендіріп, келесі кестеге толтырамыз. Мысалы, аудиожазбада бірінші біз Расулды оқыдық. Менің атым Расул. Келесі сызбаға жазамыз. Сен нені бейнеледің? Мен әр түрлі гүлдерді бейнеледім.
Дәл осы үлгіде Медет, Дина, Фариданы жазып шығамыз. Рефлексия. Сабақты қай деңгейде орындай алдың белгілейміз. Бәрін түсіндім деген жерге. Келесі. Сабақты қай деңгейде орындай алдың белгілейміз. Егер бәрін түсінсек, өте көңілді смайликті, әлі де көп білгім келеді деген пікірде болсаңыз, сол сөздің қасындағы смайликті көмекті қажет етсеңіз, егер сабақ түсініксіз болса, қасындағы смайликті белгілейміз. Сау болыңдар, сөздік жаттауды ұмытпаймыз.